Бәріне сәлем. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы миновазиннің біз білмейтін құпиялары. Кез келген дәріханадан табылатын, бағасы да бәріне қолжетімді болып келетін бұл дәрінің әр отбасында дәрі қобдишасында болуы керек. Ең алғашқы емдік шарасы бұл радикулит кезінде мойынды, жалпы желке тұсын және омыртқаны майлау керек. Бұл дертіңізді біраз уақыт жеңілдетеді. Ұзақ уақыт бойы тұрақты түрде денеңізді майлап отырсаңыз, буындардағы тұздардың шөгуін толық емдеуге көмектеседі. Басыңыз немесе тісіңіз ауырса, құлақтың айналасын миновазин спиртіне малып, күніне 2 рет сүрту керек. Аяғыңыз шаншып ауырып немесе суық ұстап қалса, табаныңызды және тізеңізді күніне 1 мезгіл осы спиртпен сүрткен дұрыс. Егер басыңыз ауырып мазаласа, миновазинді шекеңіз және самайыңызға жағып қойыңыз. Әсері бірден байқалады. Жөтел тиіп, суықтап қалсаңыз, денеңізді миновазинмен сүртіп тұрыңыз. Арқаңызды және кеуде тұсыңызды осымен сүртсеңіз, бірден жылы орамал немесе жылы киініп алып, жылы төсекке жату керек. Және 2-3 рет жасасаңыз, бірден жеңілдеп қаласыз. Егер ұйқыңыз қашып, ұйқысыздықтан зардап шегіп жүрсеңіз, миновазиннің спирттік ертісінде мақта тампонын сулап, желкеңізді және құлақтан құлаққа дейінгі аралықты сүртіп қойсаңыз, онда жақсы ұйықтайсыз. Одан бөлек, егер ангинамен ауырсаңыз, дәрігердің берген дәрісінен басқа осы миновазинмен тамақ аймағын сүртіп тұрыңыз. Жылы орануды ұмытпаңыз.